Орталық ардагерлер кеңесі мүшелерінің қаламызға жасаған іс-сапары Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде жалғасын тапты. Бұл жерде ардагерлер қауымы оқу ошағының жұмысымен және ардагерлер ұстаздармен танысты. Бүгінде өңіріміздегі жалғыз жоғарғы оқу орнында 70-ке жуық ардагер ұстаз еңбек етуде. Олардың үлкен бөлігі профессор атаған иемденгендер. Ардагерлердің жасым жетті деп қол қусырып отырмағандығы үлкен қуаныш дейді орталық кеңес төрағасы. Мұнда ардагерлердің жазған еңбектері бар екен, кітаптар, журналдарда шыққан мақалалар, одан кейін олардың жұмыс бабындағы түрлі стендтерде жұмыстары көрсетілген екен. Бұның барлығы біздің қазақ халқындағы айтылатын қарты бар үйдің, қариясы бар үйдің үлкен мұрасы бар екендігі туралы айтылатын. Қарттары егер болмаса жастары болар дивана деп кезінде Махамбеттің айтқан сөздерінің дәл екендігін көрсететін бүгінгі таңдағы қарттардың атқарып жатқан қоғамдық жұмыстары туралы толық мағлұмат береді. Жалпы орталық ардагерлер кеңесінің құрамында ел бойынша 2 миллионнан астам ардагер бар. Сондай-ақ өңірлерде ардагерлер кеңесімен 11 мыңға жуық бастапқы мекемелер жұмыс атқаруда. Бұның бәрі ең алдымен үкіметтің жасап жатқан көмек арқасында екенін жиынға келгендердің барлығы да бір ауыздан айтып отыр.